Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырып біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз адамның пайда болу теориялары. Адамзат дегеніміз не? Жер бетінде адам қашан, қалай пайда болды? Оның ата тегі кім? Осындай сұрақтар қай заманда болмасын адамдарды толғандырған. Қазіргі кезде ол туралы көптеген ғылыми пікірлер мен болжамдар бар. Адамзат баласының пайда болу және қалыптасу процесі ежелгі дүниенің барлық жерінде бірдей жүрді. Адам баласы жер бетіндегі басқа тірі жәндіктер сияқты ұзақ эволюциялық дамудың нәтижесінде қалыптасты. Алғашқы адамдардың қазіргі адамдардан айырмашылығы үлкен болды. Олар маймылдарға ұқсайтын. Терісін қалың түк басып, қолдары мен аяқтары ұзын болып келеді. Карл Линней және Чарльз Дарвиннің зерттеулерінде маймыл мен адам арасындағы туыстық қатынастар туралы пікірлер айтылады. Олардан кейін Фридрих Энгельс адамның қалыптасуына еңбек әсер еткен деп жазады. Алдарыңызда сіздерде осы Карл Линнейдің суреті, Чарльз Дарвиннің сол жағында және оң жағында Фридрих Энгельстің суреті көрсетіліп тұр. Адам деген кім? Адамның жануарлардан айырмашылығы қандай? Бұл сабақта осы сұрақтарға өткен және қазіргі уақыттан жауап іздейміз. Осы сұрақтар төңірегінде әртүрлі пікірлер айтылып, болжамдар жасалынып келеді. Арғы тегін ата-бабасын білуге деген әрекеттен адамзаттың қалыптасып таралуы туралы шежірелер дүниеге келген. Шежіре сөзі араб тілінен тарайды, яғни бұтақ деген мағынаны білдіреді. Дүние жүзі халықтарының тарихы жазуы шыққанға дейін ауызша айтылып, ұрпақтан ұрпаққа тарап отырды. Ол шежіре болып жинала берді. Біздің түркілерді салыстырсақ та, түркі халықтарының бізде де мысалға шежіре бар. Оның ішінде қазақтарды алатын болсақ, бізде мысалға жеті ата түсінігі бар. Яғни әрбір қазақтар ешқашанда жеті атадан қыз алыспаған, қыз беріспеген жеті ата арасында. Бұл не үшін қажет болды? Бүгінгі таңда ғалымдар оны дәлелдеген. Бұл қанның тазалығы үшін жасалынған нәрсе. Еуропада мұндай шежіре деген түсінік болған жоқ. Осы күнгі халықтар Адам ата мен Хауа ананың 9-шы ұрпағы Нұх пайғамбар мен оның зайыбынан туған балалардан таралған деген пікірлер де бар. Бұл шежіренің негізгі айтпағы адамның бір атадан өрбіп жер бетіне таралуы. Қазақ әдебиет фольклорында және қазақ тілінде, Қазақстан тарихында да қазақтың үлкен атасы Алаш деп аталады. Яғни одан таралған қазақтың 3 ұлы болған дейді. Олар Ақ арыс, Бек арыс және Жан арыс. Алаш деген, яғни Қазақстан тарихынан сіздер өттіңіздер, 20-шы ғасырдың бас кезеңінде Қазақстан территориясында революциядан кейінгі азаматтық соғыс жылдарында азаматтық соғыс жылдарына дейін бізде Алаш партиясы пайда болды. Және де ол алғаш рет қазақ ойшылдары, ғұламалары Бөкейханов бастаған, Рысқұлов бастаған, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Дулатов, сондай көрнекті ғалымдар, яғни ұлт тағдырын шешпек жолда тәуелсіздікті аңсайды. Сол кезеңнен бастап осы Алаш партиясы, осы партияның құрылуы және оның аталуы Алаш болуы осы қазақтың үлкен атасы Алашқа сәйкестендіріп қойылған деп те айтуға болады. Яғни Алаштың 3 ұлы болды деп айттық: Ақ арыс, Бек арыс және Жан арыс. Ақ арыстың ұрпақтары бұл ұлы жүздікі, Бек арыстың ұрпақтары бұл орта жүздікі, Жан арыстың ұрпақтары бұл кіші жүзді құраған. Яғни бізде 3 жүзге бізде бөлінген, әрбір жүздің өзінің рулары болған. Мысалға Дулат, Үйсін сияқты рулар бұл ұлы жүздікі, Найман, Уақ, Керей
рулары арғын, кірме ру деп айтады оны. Ол орта жүз руларына жатады, және кіші жүз руларына біз адайлықтарды жатқызамыз. Әрбір ру өзінің территориялық аймағына байланысты, әрбір жүз өзінің территориялық аймақтарына байланысты бөлінген. Біздің өңірімізде көбінесе орта жүз адамдары, Павлодар өңірінде орта жүз адамдары көп. Келесі сіздерге таныстырып өтейін деген бұл Хасан Алпысбаев деген ғалым. Бұл кісі Қазақстандағы тас дәуірі археологиясының негізін қалаушы, алғашқы қазақ археологтарының бірі. 1950 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетін бітірген. Алпысбаев өмірінің соңына дейін Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнология институтында қызмет атқарған. 1957-60 жылдары ол Қаратау палеолит отрядын құрды. 1974 жылы ол оңтүстік Қазақстанда археологиялық экспедиция ұйымдастырған, өзі басшы болды бұл экспедицияда, зерттеу экспедициясында. Қаратау өңіріне 200-ден аса тас дәуірінің тұрақтарын тапты. Оңтүстік Қазақстан өңірі, біздің оңтүстік Қазақстан өңіріміз адамдар мәдениетін сипаттайтын ірі ошақтардың бірі болғанын ғылыми түрден дәлелдеген. Енді балалар, оқулық бойынша сіздер тараудың үшінші бөлімнің бірінші параграфын қарап шығыңыздар. Бұл бойынша сіздерге, параграф бойынша сіздерге келесі тест сұрақтары қоямын. Бұның жауаптарын маған Платонста жүктейсіздер, және де кері байланысты WhatsApp арқылы бересіздер. Бірінші сұрақ сіздерге: қандай тіршілік иесі әлемде ең күшті және ақылды? Бұл жерде сұрақтарды жазып қажет емес, тек қана бір дұрыс нұсқасын қоясыздар. Яғни қасқыр, арыстан, піл, адам немесе маймыл. Қай нұсқа адамды биологиялық тіршілік иесі ретінде сипаттайды? А. Қоршаған ортаны тану. Б. Организмнің физиологиялық ерекшеліктері. С. Өзі сияқтылармен қарым-қатынас жасай білу. Д. Әдемілік. Е. Сөйлеу. Үшінші сұрақ: алғашқы адам осыдан 3 миллиондай жыл бұрын қай жерлерде өмір сүрген? А. Африка мен Азия. Б. Азия және Европа. С. Жапония мен Қытай. Д. Германия мен Азия. Е. Франция мен Германия. Және соңғы сұрақ: 1958 жылы Қазақстан жерінде алғашқы адамның тұрағын тапқан археологтарды кім бастаған? А. Кладников. Б. Алпысбаев. С. Самашев. Д. Байпақов. Е. Марғұлан. Бұл тест сұрақта жауаптарын Платонста жібересіздер. Кері байланыс бүгін SMS әдісі бойынша, оны маған біздің тобымызға жібересіздер, өзіміз құрған. Бірінші, яғни егер тақырып сіздерге түсінікті болса, онда жібересіздер: өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды деп. Екінші, мен сабақты жақсы түсіндім. Егер бірақ қызықты болмаса, солай жазасыздар. Жақсы ма? Ал үшінші, тақырып бойынша әлі де іздену керек деген, яғни қосымша тағы сұрақтарыңыз болса, соны жазасыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.